Қайырлы кеш достар, сіздермен Ревиньюс эфирде мен Анара Батырхан және шоу-бизнестегі бүгінгі күннің басты жаңалықтарын айтатын боламын. Бүгінгі көтеріңкі күйдің демеушісі Европа плюс Қазақстан, ең үздік радиолардың бірі біздің бағдарлама серіктесі. Сіздермен қайта жолыққаныма қуаныштымын, ендеше бастайық. Дәл қазір көретіндеріңіз. Қазақстандық киногерлер Канн фестивалін қайта таңғалдыруға дайын. Каннский фестивальдарға жіберетін болсақ, кәдімгідей орын алатын, гран-при алатын кино болып шықты. Туындыда Айсұлтан Сейіттің Қаш фильмінде басты рөлді сомдаған актриса Толғанай Талғат та төбе көрсетеді. Қазір Германияда режиссерға оқып жатырмын, сондықтан енді таңдауым мүлде басқа. Ғазизхан Шекербековтің әнін рұқсатсыз орындап, қаламақы төлемей жүргендер кімдер? Мадан кейін шынымен беру керек екен деп, менің деп көрген адам я шынымен бермепті деп. Хитмен кімге қарыз? Олардан гөрі менің кәсегім көп сияқты негізі. Ревиньюс жыным сол 2 фильміне 2 билет ойнатады. Бүкіл халықтың кредитін жауып тастасам екен. Төреғали ағамыздың табасын қайтарып берсем екен. Мен ана ақыл. Рамазан Амантай, Дина Тасболат, Айжұлдыз Адайбекова сынды танымалдар төбе көрсеткен комедияны тегін тамашалағың келсе, бағдарламаны соңына дейін мұқият көр. Жетпіс бірінші Канн кинофестивалінде Самал Ислямова үздік актриса атанғаны естеріңізде ме? Самал түскен фильмнің авторлары тағы бір бәйгеге байлар жоба ұсынды. Туындыда басты рөлде Айсұлтан Сейіттің Қаш картинасымен танылған актриса Толғанай Талғат пен литвалық актер төбе көрсетеді. Шынайы оқиғаға негізделген драма халықаралық байқауларға қатыса ма? Гүлдана Мұқан айтып берсін. Кинонарқа қосылған тағы бір тың жоба «Мне тебя обещали» фильмі. Трейлер аралас драманың жүзеге асуына 3 жыл уақыт жұмсалған. Ал оның ұзаққа созылу себебі түсірілімнің локдаун кезіне тап болуы. Халықаралық жоба болды. Режиссердің, оператордың жұмысын атап өтуге болады. Жұмыса жасау тәсілдері мүлде бөлек екен. Алдын ала шақырып алып, репетиция болды бізде. 1-2 апта бұрын, түсірілімнен бұрын келіп, детальдармен керемет жұмыс жасайды екен. Түсірілім алаңында теракт болды. Террористер түрмеден қашып өздерін біздің түсірілім алаңында жарып жіберді. Зайра ханым сонда болды. Лентаның режиссері Аванес Аванесян, Ресейден шақыртылған маман, ал басы кейіпкер актриса Толғанай Талғат. Еске салсақ, Толғанай бұған дейін Айсұлтан Сейіттің Қаш фильмінде басты рөлді сомдады. Өзім қазір Германияда режиссерға оқып жатырмын, сондықтан енді таңдауым мүлде басқа болам екен деп ойлап тұрмын. Жеңіл жаңырда киноға түскім келмейді. Қанша көптеген комедия, веб-сериалдар келіп жатады. Көп сценарийді оқим, ұнамайды. Картина шынайы оқиғаға негізделген. Туындыда шетел азаматы мен қазақ қызының махаббат хикаясы баяндалады. Менің бірінші рет өмірімде ашық сахна болды. Ең бірінші істегенім ата-анама звондадым, рұқсаттарын алдым. Екіншіден 2 рет атмені жасадым бұл сахнаны. 2 съемочный кезде. Өйткені өте қатты қобалжыдым. Негізі адамдар ойлайды ғой, кинода актерлар бәрін шынымен жасайды деп. Олай емес қой. Иә, кино тілі бар, киіммен отырасың. Ал Толғанайдың түсірілім алаңындағы серіктесі танымал литвалық актер Нериус Манкус. Нериус актрисамен коннект орнату үшін оны алдын ала кездесуге де шақырған. Перед съемкой все встретились. Түсірілім басталмай тұрып, Толғанайды кешкі асқа шақырдым. Бір-бірімізді жақын тануға тырыстық, бірден түсінісіп кеттік. Содан кейін жыл достық қарым-қатынас орнады деп айта аламын. Шетелден арнайы шақыртылған актерға түсірілім оңайға соқпапты, әсіресе Маңғыстаудың қолайсыз ауа райы. Когда сцена на холоде, тут Салқын ауа райы адреналин бергендей болды. Маңғыстаудың желі өте суық екен. Оған қоса команда кадрдан тыс жылы киіммен жүре алады. Ал біз түсірілім алаңында жаз мезгілін көрсетуіміз керек болды. Бірақ мамандар барынша жағдай жасауға тырысты. Толықметр продюсері Гүлнар Сәрсенбаева 150-ге жуық маман жұмылдырылған лента Ас санатындағы кинофестивальдерге жіберілмек. Еске салсақ, Сәрсенбаеваның басшылығымен таспаланған Айка фильмі 71-ші Канн кинофестивалінде үздік әйел рөлі номинациясында жеңген болатын. Сейчас мы подали на несколько международных кино. Қазіргі таңда бірнеше халықаралық жобаларға киномызды ұсынып қойдық. Мақсат әрине Канн сынды жоғары деңгейдегі сайыс. Қанша дегенмен біздің тәжірибеміз бар. Енді тек күту ғана қалды. Шынымды айтайын, атмосфералық болып шықты. Кәдімгідей егер де бұны
үлкен деңгейдегі Каннский фестивальдарға жіберетін болсақ, кәдімгідей орын алатын, гран-при алатын кино болып шықты. Сұрақтар көп. Айта кететін жайт, Толғанай Талғат бас рөлді сомдаған актриса. Ол кісінің диапазонын білемін. Сондықтан сол кісінің нақтылай кейіпкер ретінде ашылатынын күткем. Бірақ өзім кәдімгідей тамсандым деп айта алмаймын. Эмоциональный ряд сейчас прошел во время просмотра, потому что эмоциямды ұстай алмай тұрмын. Фильм барысында кейіпкерлердің мұңын бөлісіп отырдым десем де болады. Тіпті антагонист жігіттің де тағдырына да жаным ашыды. Әрбір көрермен әсер алатыны сөзсіз. Кто вы такой? Азиз Бейшеналиевтің төл туындысына әртістердің берер бағасы қандай болатынын уақыт келгенде білеміз. Себебі актер өзін енді кинопродюсер ретінде сынамақ. Бейшеналиев биыл тырнақалды толық метрін таспалауға кіріседі. Азиз Мырза жобаның сценарийін жұбайымен жазып жатқанын айтады. Толығырақ Гүлдана Мұққанның материалында. Азиз Бейшеналиевтің өнерде жүргеніне 25 жылдан асты. Актердің кино қоржында 70-тен аса толық метр бар. Енді ол жеке фильмімді таспалаудың уақыты келді деп отыр. некоторые планы есть. Бірнеше жоспарым бар. 2024 жылға дайындаған фильмнің сценарийін жазып жатырмын. Әрине мен жалғыз емеспін, қасымда менің жарым бар. Бейшеналиевтің тырнақалды туындысына қолдау білдірген жары Лена Кигай. Тіпті актер сценарийді жұбайымен бірге ақылдасып жазып жатыр. Жанры психологиялық драма, отбасылық құндылықтарды дәріптейтін әлеуметтік картина болады дейді Азиз. Маған мелодрама және психологиялық драма аралас туындылар ұнайды. Өзімнің де кинома сондай жанр таңдап қойдым. Бейшеналиев қазіргі таңда жеке жобасының жұмысына кіріскен. Режиссер таңдап, актерлік құрамды жинап және демеуші іздейді. Бұл орайда Азиз процесті кәсіби мамандарға сеніп тапсырамын дейді. Қазіргі таңда сценарийімнің 2 нұсқасы дайын тұр. Сценарист мамандарға көрсетіп ақыл сұрау қажет. Менің кино салада мол тәжірибем болғанымен тек актерлік қызметімді атқардым. Сондықтан продюсер ретінде бірінші фильмімді кәсіби жандарға сеніп тапсырамын. Вот вы подрядчик, да, а мы вот как бы... Азиз Бейшеналиев киноиндустрияға баса ден қойса, Наоми Кэмпбелл актрисалығында сән бикелігін де қатар алып жүр. 53 жастағы модель Париж төрінде Балмейнің жаңа коллекциясын таныстырды. Сұлбасын алтын аксессуармен қақ бөліп, гүл шоғымен өрнектелген ауыр металды арқалап, сыр білдірместен подиумда жүріп өтті. Париж сән апталығы аясында Balmain бренді жаңа ерлер коллекциясын фэшн сыншылардың назарына ұсынды. Наоми Кэмпбелл подиумға шыққан жалғыз сылқым болды. Француз сән үйінің креативті директоры Оливер Рустен бұл жолы алтын жалатылған әшекейлерге ерекше акцент қойды. Соған сәйкес Наомидің сұлбасына тағылған бұйым көптің оң бағасына ие болды. 53 жастағы модельдің бітімінде мін жоқ дерсің. Оның гүл шоғымен өрнектелген ауыр металды образына ашық қоңыр түсті жейде, қалың күрте мен қара шалбар серік болды. Сарапшылардың айтуынша, сылқымның талшыбықтай беліне оралған бұйым оның аутфитін ерекше толықтырған. Оливер Рустен ерлер коллекциясын жасауда жылтыр тастарға ерекше мән берген. Сұңғақ бойлы жігіттер де Кэмпбеллдан қалыс қалмай сұлбаларын әртүрлі әшекейлермен толтырып подиумға шықты. 54-ті алқымдаған Дженнифер Лопес те өзінің қатарласы Наоми Кэмпбеллден қалыс қалмайды. Әртіс үлпілдек тонын жамылып, алтын жалатылған көзілдірігін тағып, Париж фэшн апталығының ең сәнді әрі қадірменді қонақтарының бірі болды. Бағалы аксессуармен көзге түскен Джейло ғана емес, бұл тізімде Хантер Шафер де бар. Актриса Лала Гүлді бейнелейтін алтын алқасын тағып, мақпал матадан тігілген кеудесі ашық образымен фэшн сарапшылардың көзіне түсті. Скиапарелли сән үйінің жаңа топтамасын таныстыру салтанатына Хантердің құрдасы Зендеяда барын салып дайындалған. Оның таңдауы Total Black. Актриса ұзын белдемше мен қара топики фотографтардың объективіне ілікті. Эпатажды образдарға жаны құмар сылқым белдемшесіне қара желбір құйыршық тәрізді жібек жалғап, көптің қызу талқысына түсті. Арудың түзу кекілді паригі де назардан тыс қалмады. Ғазизхан Шекербековтың ұялы телефоны сіздің әніңізді кавер ретінде орындайыншы деген қоңыраулардан босамайтын болған. Ақ көңіл хитмен ілтипат танытқандардың бетін қаққысы келмейді. Десе де мұны асыра пайдаланып, оның тректерін рұқсатсыз айтып жүргендердің қарасы көп. Шекербеков бұл жайтқа қандай шара қолданбақ? Әріптесім Айдана Шалқар анықтады.
Мен сені сағындым, келмеме қасымнан табылдым, көркіңді көруге зәрумін, көрінбей кетердей дәуім. Ғазизхан әніне қолқа салып келгендерді сараптайды екен. Өңдеуі құлағына жағып, көңіліне қонғандарына рұқсатын береді. Ал ырғағын бұзғандарға жұқалап жоқ дейді. Мен сұрайтыны бар, сұрамайтыны бар. Өзім жақын араласатын болғаннан кейін кейде рұқсат беремін. Жалпы тыңдап көремін негізінде. Жақсы болса айта бер деймін, онша емес болса тиіспей қойшы деймін. Демек сіздің айтуыңыз бойынша сұрамайтындар да бар, сұрамай алып кететіндер. Танымайтындар орындап жатады ғой кейде. Бір шетінен қуанасың, ана әніңді ұнатып тұрғанын көріп. Бір шетінен сол әнмен ол да өзінің тыңдармандарын тауып өнерде бағы жанып кетуіне себепкер болып жатсаң, ода тұрған емес. Демек оларға сіздің ешқандай өкпе ренішіңіз жоқ, иә? Жоқ, өкпе ренішім жоқ. Енді әрине жаңағыдай қатты кірісіп, сол күйі клип түсіріп еленіп кетіп жатса, енді әрине ренішім мүмкін, бірақ енді жалпы кавер ретінде орындауына қарсымыз. Авторлық әндерін рұқсат сұрамай, міз бақпастан орындап жүргендерге қарсы шара қолдану ойымда жоқ дейді Шекербектегі. Одан бөлек аузын ашса жүрегі көрінетін хитмен туындыларын саудаға салуға ұялатынын жасырмайды. Енді мен өнерде бәрін танимын. Жаңағыдай енді күнде араласып жүрген, күнде көрісіп жүрген жандарға қайтып сен сатасың. Оның үстіне мен енді қазір бұрын студияда отыратын ол кезде жұмысым сол еді. Күн көрісім сол еді. Қазір енді өзім студияда өзіме ғана керек дүниені жазып шығамын. Басқа кезде отыра бермеймін. Одан кейін сол өзімде айтып жүрген әнді қайтадан сату ол енді ыңғайсыз сияқты. Сезім үшін бәрін қиып кетерем, сезім үшін мен өмірді сүйемін, керек десең жаудыреген бір сенің көзің үшін. Ең хит болғаны Очу мен Дарияның орындауында сіздің сезім үшін әніңіз болды. Ютубта қазіргі таңда 2 айдың ішінде 25 миллион қаралым жинаған екен. Соның бір рахмет ретінде бір сыйақысы болды ма олардың тарапынан? Енді оны білмеймін, оны өздерінен сұрамасаңыздар. Мен білмеймін. Демек сізге берілген жоқ. Жоқ, енді сіз ондай бір ой сап қоймаңызшы адам. Мынадан кейін шынымен беру керек екен деп, мен көрген адам я шынымен бермепті деп осы әңгімен әңгіме қылуын білмеймін. Менің ойымда жоқ нәрсе. Отандық әртістердің басым бөлігіне ән жазып берген фирмач қаламақымды төлемей қара тізімге енген жан жоқ дейді. Десе де музыканттың өзі кейбір орындаушыларға трек жазып беремін деп қарыз болып қалғанын мойындайды. Керісінше олардан гөрі мен ақшасын алып алып жаңағыдай жазам деп жүріп ақырында сол бір кезде өзім сахнаға шығып кетіп, ана байқұстың әні қалып кетіп, олардан гөрі менің косягым көп сияқты негізі. Рас, өйткені кейін енді жаңағыдай қуаныштарына барып жүріп, орнына басқа әнді жазып беріп, уақытынан кейін қанша 1-2 жыл өтіп кеткеннен кейін жазып деген сияқты әйтеуір ешкімнің алдында қарызым деп ойламаймын. Бірақ енді жалпы солай күйдірген мен сияқтымын. Мен ешкім күйдірген жоқ. Айта кетейік, бүгінде Ғазизхан өз шығармашылығына ерекше ден қойып, жаңа альбом, соло, концерт жұмыстарына білек сыбана кірісіп кеткен. Алла қаласа мен айтпақшы шықты айтқан жоқпын. 2 мамыр күні менің туған күнім, осы жылы бір өзім туған күніме жасап көрейінші деп жатырмын. Жанымды емдейтін адам кездесер, қатемді көрмейтін адам кездесер. Талай тректері тред. Хит болса да әзірге Ғазизхан Шекербековтің әндері iTunes KZ-тің топ 100-нен табылып тұр. Үздік үштіктің басында Әділ Оралбекұлы, яғни Скриптонит, Hasta la Vista композициясымен. Бұл Жәлелов пен Федуктың фиті. Туындының клипі YouTube хостингіне 1 ай бұрын жүктелген. 1,5 миллионнан аса қаралым жинаған. 1000-нан аса жағымды пікір бар. Соңғы кезде Скриптониттің талаптары көбейген. Атап айтқанда, Эншпиль, Тайока, Андро сынды әртістер отандасымызбен фит жазған. Күміс шілде қырғызстандық Джакста. Зая әнінің клипі жоқ, бірақ YouTube хостингіндегі аудио-визуалдың өзі 7 айға жуық уақытта 3 миллионға тарта қаралым жинаған.
Үздік үштікті Аслан Абдрахманов түгендейді. Клятвы трегінің релиз алғанына 2 аптаға жуықтады. 1 миллионын аса тыңдалым. Әртіс бұл композицияны бала күнгі ғашығына арнаған. Айзек кішкентай кезден қыз жігіт боп қол ұстасқан сүйіктісіне үйленуге ұсыныс жасағанда оң жауап ала алмаған. iTunes кезетте тізімді түгендеген Айсек пен Зарина Нұржанованың да «Вдвоем» коллабы жарты жыл бұрын музыкалық чарттарда көш бастап трендтен түспегенді. Бүгінде Нұржанованың ән әлеміндегі мансабы тұралап қалды. Себеп сылқым жақын уақытта сырғалым атануы мүмкін. Зарина салт дәстүрді қаншалықты ұстанады әрі керек етеді. Сымбат Сағындық айтып береді. Құдалықта кит беріледі ғой, енді Шымкенттің қызы болған соң білетін шығарсың. Сол дүние керек па? Мен нағыз енді Шымкенттің қызымын. Өзім еще ауылым Жетісай жақ, ол жерде салт дәстүр қатты ұсталынады. Барлығы бізде салт дәстүр бойынша жасалады ғой, негізі Шымкент жақта. Енді бұйырса, мен де тойымда осындай киет деген нәрселердің барлығы болады. Керек па негізі бұл қазіргі қоғамға? Қалады ғой ол сандықтың түбінде, қалмай ма? Негізі сандықтың түбінде қалады, бірақ жұрттың аузында бір сөз болып қалуы мүмкін, егер әкелмесең. Сол себепті біздің жақта, Шымкент жақта оған қатты қарайды да. Қыздың артынан нан әкелді, нан әкелмеді деген сияқты. Заринаның өзі ақ келін атануға әбден дайын екенін айтады. Сылқым сабақ тине сәтімен деп қысқа қайырды. Сіз қашан енді? Анау табличка бар еді, я следующая деген. Шынымен ба? Ну, возможно. Вот это вот контент десеңші. Өзара кит дегенді білесің ба? Құдалықта беретін. Бұл керек деп ойлайсың ба? Қазір брендпен атысады ғой өзара. Жоқ, әрине керек жоқ. Керек емес? Мүлде керек жоқ. Егер енді істейтін басқа жұмыстар жоқ, ақшалар тасып баратыр, сондай болса, мүмкін керек шығар. Бірақ ол екі жастың бақытына да, басқаға да ешқандай нәрсеге әсер етпейді. Яғни сенің тойыңда кит өзара сый сияпат. Айтпаймын, өйткені мен мама бар, и олардың өздерінің бір кайфтары шығар, может быть, ол нәрсе. Сондықтан енді бірақ асыра сілтегім келмейді, асқындырғым келмейді. Өйткені кейбір жерде қатты кетіп отады ғой, слишком показуха, сол тойдың жан-жағындағы мишура нәрселер көп та. Негізі менің ойымша мүмкіндігің болса істе, мүмкіндігің болмаса ол жалпы ол нәрсені уже алып тастау керек сияқты. 2023 жылдың қарашасында тұрмысқа шыққан Мерей Әбілованың сырға салу, ұзату, құдалығы мен тойын әлеу желден күллі қазақ тамашалағаны рас. Китке екі тарап түрлі бренд, алтын әшекей, қымбат ішік тон беріп, көпті таңғалтқаны бар. Блогердің өзі онда тұрған ештеңе жоқ дүние ғой. Бастысы қуаныш сыйлау дейді. Негізі сыйлық деген екі арадағы қарым-қатынасты жақсартады ғой. Сүйіспеншілікті арттыра, сондықтан да сыйлық алу, сыйлықты беру де күшті деп ойлаймын, сондықтан да неге бермеске. Дәулет Исраил екі жақ тыныш болса болды, кит матада тұрған ештеңе жоқ қой дейді. Жалпы бұл дүние керек деп ойлайсың ба? Бұл сұрақ дайын болмай қалдым. Білмеймін, керек шығар, егер бұрыннан келетін әдет ғұрып пайдасы тиіп екі жақты күшті табыстыратын дүние сол китке қарап қалған болса, значит керек. Өзіңнің пікірің қалай? Білмеймін, мен вообще құдалықта болмағанмын. Құдалыққа барғам, просто кит беріп жатқан жерде отырмағам деген ма? Ол әйелдердің тірлігі емес пе негізі? Ал енді сыйлықтарға кезек берсек, дәл қазір Ревенюз жыным сол картинасының екінші бөліміне 2 билет ойнатады. Рамазан Амантай, Дина Тасболатова, Айжұлдыз Адайбекова, Рүстем Алмағамбетов сынды танымалдар төбе көрсеткен комедия кинотеатрларда жүріп жатыр. Бұрынғыдай. Не мынандай, жоқ. Мынандай да жоқ дейсің. Бұл жолы Доспол мен Жасмин отбасын құрып, сиқырсыз өмір бастағысы келеді. Жарының аяғы ауыр екенін естіген Доспол қаржылай дағдарыста екеніне қынжылып, жаңа джин іздейді. Кез келген тілегін орындайтын сиқыршыны тауып, мұны әйелінен жасырын ұстайды. Ал ол жын Жасминнің бұрынғы ғашығы болып шығады. Жұбайының бұл қылығын Жасмин кешіре ме? Жын олардың бақытын ойран ете ме? Мұның жауабын білу үшін мен қоятын сауалға дұрыс жауап бер. Сонымен сұрақ.
Ғазизхан Шекербектің соло концерті қай уақытқа белгіленді? 2 мамыр күні менің туған күнім, осы жыл бір өзім туғаныма жасап көрейінші деп жатырмын. Инстаграмдағы біздің ресми Ревенюс парақшамыздағы менің постының астына дұрыс жауапты жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Тағы еске сала кетейін, бағдарлама серіктесі Европа плюс Қазақстан трендтегі тректерді тыңдап, сапалы гаджеттерді ұтып алуға мүмкіндік сыйлайтын радио. Ал мен сіздермен қоштасам, келесі жүздескенше ағайын, сау болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Личи брендіне алғыс білдіреміз.